Бауырсақ. Бүгін мен сендерге бауырсақ ертегісін айтып берем. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, бір үйде кемпір мен шал өмір сүріпті. Кішкентайларым, ертегі басталды, тыңдаңдар. Әже, қандай керемет! Перелер ұшып жүр, қараңдар. Олар ертегінің сиқыры, бақылаңдар. Кемпір, бүгін бауырсақ пісіріп берші. Жарайды, шал. Онда мен бауырсаққа қамыр илеп қояйын. Әже өз ас үйінде қамыр илей бастады. Аздап ұн қалған еді. Бауырсақ қамыры қолына жұмсақ, жылы сезіліп. Әже оны сабырмен илеп, әдемі домалақ етіп жасады. Қамыр өте үлкен домалақ болып көтеріліп ашыды. Әже қамырды домалақ пішінге келтіріп, пешке салған соң, бауырсақтар біртіндеп көтеріліп, алтын түске боялып, иге тәтті иісін тарата бастады. Әженің қимылдары мейірімге толы. Әр бауырсақты нәзікпен, қамқорлықпен пісіріп жатыр. Сөйтіп бауырсақты сусын деп терезе алдына қояды. Кенет бауырсаққа жан бітіп, аяқ қолы, бет аузы пайда болып, терезеден сыртқа қарай секіріп түсіп, орманға қарай қаша жөнеледі. Қашып келе жатады, сөйтіп алдынан қоян шығады. Сен кімсің? Иісің сондай тәтті. Мен бауырсақпын. Мен сені жеп қоямын. Мені жемеші, саған күшті ән айтып беремін. Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, енді сенен де қашамын. Бауырсақ, сен сондай тәттісің, сені жеймін. Жоқ, жемеші, саған ән айтып беремін. Ән? Ал айта ғой, әніңді тыңдайық. Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен қояннан қаштым, енді сенен де қашамын. Бауырсақ, қайдан қашып келесің? Сені жеймін. Мені жемеші, саған күшті ән айтып беремін. Ән? Айта ғой, әніңді тыңдап көрейік. Сосын жеймін. Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен қояннан қаштым, мен қасқырдан қаштым, енді аю, сенен де қашамын. Қашып келе жатады. Сөйтіп алдынан Бауырсақ, сен қандай әдемісің, иісің қандай тәтті, сені ән айтады дейді ғой. Саған да айтайын әнімді. Мен атамнан оштымандалар. Тоқта, менің құлағым жөнді естімейді, мұрнымның үстіне шығып айтшы. Мен атамнан қаштым, бала. сөйтіп тұрғанда түлкі бауырсақты хап еткізіп жеп қойыпты. Осымен ертегіміз аяқталды. Ал біз оқырмандарға ертегі ұнаған болса, лайк басып пікір жазып кетуін сұраймыз, Тіркеліп кетіңіздер.